Хе-хе, Попс. Хе-хе. Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір кәмпит тауып алады да мысықты шақырады. Эй! Эй! Бірақ мысық келмейді. Келмесең, келме. Мақта қыз кәмпитті жеп болған кезде мысық та келеді. Неге шақырдың? Ендеше қатығынды төгем. Ал мен құйрығынды кесіп аламын. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Құйрығымды берші. Менің қатығымды төле. Мысық амал жоқтан сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ берші. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағымды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге жұмыртқа бер. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, үйіне қайтып бара жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды тоқтатады. Тоқта, сөмкеңде не бар? Сөмкеде тары бар. Маған бір уыс тары бер. Өтінемін, берші. Жарайды. Мысықтарына апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді.